Қайырлы күн достар, баршаңызға. Мен алдын донер жасаған едім. Дәмі деген енді өте керемет болып шықты. Тура донеркадағыдай донер болып шықты ғой, сенесіздер ма? Мен балаларыма, жолдасыма өте қатты ұнады. Сондықтан да осы YouTube каналыма сіздер үшін, яғни арнайы сіздер үшін рецептін салайын деп шештім. Сіздер де осы менің рецептіммен жасап, жақындарыңызды, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Өте тез дайындалады және өте дәмді болады. Бізге қажетті заттар: картошка фри. Достар, мен қазір осы видео барысында картошка фриді қалай дайындаймыз толығырақ көрсететін боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Одан кейін корейский морковча салаты немесе сәбіздің құр өзін теркадан өткізіп қолдансаңыздар болады. Қызанақ керек, қияр және де піскен тауық еті. Мен тауықты суға қайнатып алдым. Сіздер майға урып алсаңыздар болады, немесе дайын копченый грудка қолдансаңыздар болады. Онымен де өте дәмді шығады. Және де кетчуп пен майонез керек. Ең бастысы бізге лаваш керек. Мен дүкеннің дайын лавашын қолдандым. Сіздер де осы дайын түрін қолдансаңыздар болады. Бірақ міндетті түрде дайындалған күніне мән беріңіздер. Бұл өте маңызды. Себебі қазір біз донерімізді ораған кезде сынып кетіп, қиындық тудырмас үшін осы свежий түрін қолданғандарыңыз жақсы. Картошка фри дайындаймыз. Картопты жуып тазаланған картопымызды осылай дөңгелектеп, қалыңдау етіп турап шығамыз. Енді осы картопты ұзыншалап соломка етіп бөлеміз. Қалыңдау қылып бөліңіздер. Себебі қазір майға қуырған кезде сынып кетіп, үзіліп кетпес үшін осындай қалыңдау болғаны жақсы. Және де әдемі көрінеді. Піспей қалады деп уайымдамаңыздар, піседі. Мен кейде балаларға фриді осылай жасап беремін. Өте дәмді болады. Міне картоптың барлығын соломка қылып турап алдым. Енді қазір майда жақсы қуырылу үшін қағаз сүлгінің үстіне салып, суын сорғытып аламын. Осылай кесілген картоптарымызды қағаз сүлгінің үстіне қойып 5 минутқа қалдырамыз. Оған дейін майымызды қыздырып қоя берсек болады. Енді келесі морковча салатын дайындаймыз. Сәбізді осылай ұзын қылып теркадан өткізіп аламыз. Мен теркадан өткізіп алдым. Осылай қолдана берсеңіздер де болады, немесе мен сияқты для моркови корейский. Осындай приправа қосып, араластырып, сұйық майды қыздырып қосып жібердім. Корейский приправадан мен 2 шай қасық салдым. Негізі 1 шай қасық қоссаңыздар жеткілікті, егер ащы болғанын қаламасаңыздар. Осылай қолымызбен қатты қысып жібереміз. Осымен біздің морковча салатымыз дайын. Бізге келесі қызанақ пен қияр қажет. Бұны да осылай соломка қылып тураймыз. Енді үйде адам саны көп болғандықтан осылай 3 қияр, 3 қызанақ алып жатырмын. Сіздер енді адам санына байланысты қоса аласыздар. Донерді барлығы жақсы көреді ғой. Менде үйде адам көп болғандықтан балалар бар жейді. Сондықтан осылай көп қылып жасаймын. Енді қызанақтарымызды дәл солай турап аламыз. Осылай турап алдық. Енді келесі тауық еті. Мен тауықты суға қайнатып алдым. Негізі майға қуырып алуға да болады. Енді барлығы өз қалауымызша. Егер де болса, готовый копченый грудка бар ғой, соны да қолдануға болады. Онымен де тіпті тәтті болады. Енді қандай ет бар, тауық еті бар, соны қолдана береміз.
Мында картоптар міне құрғап дайын болды. Енді табаға аздаған май құйып, қатты қызған соң осылай картошкаларды салып, қуырып аламыз, тез-тез қуырып аламыз. Барынша оттың астына қатты қойып қойдым. Осымен біздің донеріміздің барлық салмасы дайын болды. Енді донерді жасауға кірісеміз. Лаваштарымызды дайындап аламыз, ортасына соусты жағамыз, яғни кетчуп пен майонез. Негізі соусы көбірек болса, біздің донеріміз соғұрлым дәмдірек болады. Мен 2-3 шай қасықтан салып жатырмын. Және де салмасын саламыз, өз қалауымызша сала береміз, және де бетіне осылай кетчуп пен майонез сеуіп жіберіп, осылай жақсылап орайтын боламыз. Донерді жасап болған соң табамызды отқа қойып, донердің екі бетін 1-2-3 минуттай қарып, хрустящий корочка болғанша өстеп қарып пісіріп аламыз. Достарым, міне осымен үй жағдайындағы донерім дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болды. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып қойды ұмытпаңыздар.